27 жастағы жігіт қой, әлі үйленбегенде. Соны енді анамның жанына шығып, ойбай мынау дейтін бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, не істеймін, қасындағы өткіз заттың бәрін жинап қойдым, мынадан қорқамын мен деп. Сөйтіп жүргенде 96 жылдың аяғында мен оған Москвадан, ол кезде Маңғыстауға өте жоқ тойда болады, компьютерді алдырғызып бердім. 97 жылдың басында бұрын дайындап, дені сау аяғымен жүрген кезде дайындап қойған Маңғыстау географиясы деген өзінің сабағына пайдаланған қолжазба күйінде кітап тұр. Сол кітапты Сайын Назарбек деген өлкеміздің меценаты алғашқы сол кісіге апарып кітап жарық көрді. Содан кейін айтқаны маған, балсу, мен бұл өмірден өтетінді білем ғой. Енді неше жылда өтетінді білмеймін, бірақ өткенде көптің бірі болып, бір төмпешік болып қалатын шығармын деп жүр едім. Енді мына кітабымды көргеннен кейін мен төмпешік болып қалмайтыныма сенімдімін. Менің ойымда әлі көп нәрселер бар, мен жазамын деп сөйтеді. Содан кейін ол енді жаңа қазақ мифологиясына кіріспе, қазақ даласы герман тәңірлері, Маңғыстау университеттің киелі деген орындары деген кітаптарын шығара бастады. Мен сол табанын тарсылдап, барлығын сол Серікболдың кітаптарын бюджеттен қаржы бөлінеді деген сірә жоқ ол кезде, алды кітабын сөйтіп жүріп шығардым. Содан 2003 жылы дарындыны қолдайық деп, сол Мұрат Әуезов бастаған, Таласбек бастаған біраз ғалымдар қол қойып, Иманғали Тасмағамбетовке сол кездегі мемлекеттік хатшы соған ашық хат жариялаған екен. Сол ашық хат жариялағанда Серікболдың болашағынан үміт күтетіндерін айтып жазған ғой, енді көптеген ғалымдар қол қойған, он шақты. Сол кезде осы Ақселеу Сейдімбек, Қойшығара Салғаралы, Сайын Назарбекұлы жұмыстарының барысымен үшеуі біріге сол Тасмағамбетовтың қабылдауында болған. Сонда кіргенде бірден қойған сұрағы, сол сұрақтарымыз болды дейді, Сайын ағай, сіздің атыңызға сондай Алтын Орда газетіне Серікболдың Қондыбайдың шығармашылығын қолдау туралы ашық хат кетіп етіп таныстыңыз ба деп. Жоқ, мен демалыстан енді шығып жатырмын деп, сол бойда жаңағы көмекшілеріне хатты алдырдып, оқып танысып, сол жерде отырып Серікболға телефон соққан үйге, Шетпеге, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Шетпе поселкесіне. Өзі соғып, содан кейін жағдайын сұрап, мен саған Астанадан үй берейін, мен саған Алматыдан үй берейін, емдетейін, не істейін, саған қандай көмек беремін дегенде, соның барлығында Серікбол бас тартыпты, маған ештеңенің қажеті жоқ. Менің 4 томдық Ар-қазақ мифологиясы деген кітабым дайын тұр еді, соны шығарып берсеңіз болады деп. Болмаса, ең болмаса сен интернеті бар, мынау Ақтау қаласына кел, мен облыс әкіміне тапсырма беремін, сол жерден үй береді саған деп. Әрине үй берді, бірақ ол үйге Серікбол келген жоқ. Біз сол қаңтардың басында кітапты баспаға жібердік. Сәуір айында кітап біздің қолымызға келіп түсті. Мамырдың 24 күні жаңа өздеріңіз бастадыңыздар, не де болса өздеріңіз аяқтаңыз деп, Тасмағамбетовтың тапсырмасымен Ақселеу Сейдімбек, Қойшығара Салғаралы, Сайын ағай Ақтауда тұрады. Сол азаматтар келіп кітаптың тұсаукесерін өткізді. Жаңа көздеріңіз көрген Сұрғапты Ар-қазақ мифологиясы деген. Сол 4 кітапты өткізіп келгеннен кейін анасына, біз апа дейміз, компьютерді жина, мен кішкене енді демалам деп айтты дейді. Сосын анам бір айдай жүріп, сол жинамайды компьютерді. Арғада жұмысын жалғастырады ғой енді. Кішкене демалғысы келген шығар деп. Бірақ содан кейін ол компьютерді қайтып отырған жоқ. Тура 3 ай деген уақытта өмірден өтті. Сонда өзі өмірде бар кезінде 10 кітабын жарық көргенін көрді. 6-ауын жүгіріп шығарды, 4-ін Иманғали Тасмағамбетов шығарды. Содан қалған 6 кітапты, қолжазба күйінде 6 кітапты компьютерден жанталасып, соның бәрін флешке деген жоқ, мынандай кішкентай 4 пүшті дискі болады ғой ол кезде. Түп пүшті. Дискет деген, аты тіліме келмей жатыр. Дискетке көшіріп алдым, қағазға шығарып алдым. Солардың барлығын жайлап 2006-2008 жылдары мәдени мұра бағдарламасы болды. Міне осы бағдарламаның аясында Қырымбек Елеуович Көшербаев біздің облыстың бастығы болып, басшысы, әкімі болып тұрған кез, сол кезде мана кітаптардың бәрін шығардық. Оны қайтадан біріктіріп 12 томдық толық шығармалар жинағын шығардық. Оның артын 16-ға создық. Сосын ең сүбелі еңбегі деп Серікболдың есептеген Ар-қазақ мифологиясын және Гиперборея түс көрген заман шежіресі деген кітапты орыс тіліне аудардық.
Бұны аударған автор міне Зира Наурызбаева сіздердің алдарыңызда отыр. Міне осылай Серікболдың мынағы Әбіш Кекілбаевтың айтқанындай, Әбікенің айтқандай өзінің ойлағанынан әлдеқайда артық, оған деген құрмет, оның шығармашылығына деген ынта бірден басталып кетті. Енді бұл да бәрі де бір Алланың жаратылыстың өзінің Серікболды сондай жұмыс жасауға жаратқандығынан шығар, осылай қызметтер атқарылды. Енді осы жерде мысалы сол кездегі көп адамдар енді өздерінің былай нелерін жазады ғой, бір сөзбен айтқан бағаларын бергенде. Мысалы Таласбек былай деп баға беріпті. Шынына келетін болсақ, Серікбол Қондыбайдың ашқан жаңалықтары сол баяғы 1000 жылдан астам уақыт бұрын Фараби сияқты кемеңгер бабасы салған көне жолдың бүгінгі жалғасы, таза қазақ мүддесіне бағындырылған отандық ғылымның қайдадан жандануы, жаңғыруы, Серікбол өмірнамасының ұлы тағылымы осында депті. Бүгін ортамызда отырған Оңайгүл Тұржан былай деп жазыпты. Серікбол мифтану әлеміне дәстүрлі дәлізбен емес, Бекет ата әулиемнің шыңды тесіп мешіт салғандай әдіспен өкпе тұсынан кіріп, оның тынысына, деміне құлақ түрді, және олардың нені меңзеп тұрғанын ести білді. Сөйтіп, мифтану шыңын игерудің өзіндік жолымен жүрді. Оның мифтану